21 сәуір 2025 жыл ШО бас директоры Уильям Лаккови мырзаға, Сёсияр бас директоры Майк Аджай мырзаға, кәсіби таңдау бас директоры Смит Айнұр ханымға талап. ШО қойма қызметкерлері, яғни қоймашылар, ашалы жүк тиегіш операторлары, материал мамандары, ағаш шебері, арпы көлік жөндеу бөлімі, консервация бөлімі, осы айтылған маман иелерінің аталған атынан сізге 50% жалақыларымызды көтеру жөнінде талап етеміз. Соңғы уақытта нарықтағы баға өсімі күнкөріс деңгейінің жоғарылауына және инфляцияға байланысты қазіргі жалақымыз өмір сүру қажеттіліктерін толық қамтамасыз ете алмай отыр. Сонымен қатар, біз өз жұмысымызға үлкен жауапкершілікпен қарап, кәсіпорынның дамуына, өнімділігіне және тұрақтылығына үлкен үлес қосып келеміз. Осыны ескере отырып, ұжым атынан жалақы мөлшерін 50% деңгейінде қайта қарастыруларыңызды талап етеміз. Бұл шешім қызметкерлердің мотивациясын арттырып, еңбек өнімділігін одан әрі күшейтетініне сенеміз. 2025 жыл 17 сәуірден бастап ШО мекемесі Сёсияр кәсіби таңдау жергілікті әкімшілікке осы талап бойынша ескертулер берілді. Осы күнге дейін қойылған талабымыз орындалмады. Жоғарыда айтылған талаптарды ескере отырып, бүгін яғни 25 сәуірде шешіп берулеріңіз сұралады. Және де осы тұрған осы жерде жігіттер кәсіби таңдау мекемесінің қызметкерлері жұмыстан қудаламауларыңызды сұраймыз. Солай ма жігіттер?